Бүгін сіздерге тағы да ниет туралы шамалы кішігірім ақпарат бергім келіп отыр. Ниет дегеніміз негізі ниет әрбір істің бастамасы. Яғни Аллаға қойған ниетің ең абзалы шынайылықтан кішкентай амал болып үлкен етеді. Кішкентай амалды үлкен етеді ниет негізінде. Ниетті түзеулеу үшін бірінші білім керек, екінші амал керек, және шамаң жететін нәрсеге ниет ету керек. Ниетті көздеген мақсатқа қалауың арқылы жете аласың. Яғни ниеттің 3 бөлігі бар. Бірінші күнә, бойсыну және рұқсат етілген ниет. Бірінші күнә ниеті дегеніміз, яғни сіз бір адамды бақытты етіп, бір адамды жылатып қойып жатырсыз. Себебі сіз зұлымдықпен тартып алып, басқаға беріп жатырсыз. Яғни мынандай хадис бар Құранда: надан адамды надандық құтқармайды, яғни надан адамға үзір жүрмейді деген. Сол үшін біз білімге ұмтылуымыз керек. Ал екінші бойсыну дегеніміз, қандай бір іс жасасақ та оны Алланың разылығы үшін жасауымыз керек. Яғни риядан аулақ болу керек. Яғни сіз мақтасын деп жасамау керек. Сіз біреуге бірдеңе жасап жатырсыз ба? Біреуге сыйлық беріп жатырсыз ба? Ойбай, мына кісі мені мақтасын, мына кісі мені жақсы айтсын деп бермей, наоборот, Алла разы болсын, мен бұл кісіні шынымен қуантқым келеді деп берсеңіз сыйлықты, вот сізге сол кезде жақсы болады. Өйткені риядан аулақ болу керек. Солай. Ал сіздің ойыңызша ниет қандай болу керек? Сіз ниетті қалай дұрыстай аласыз?